Бәріңізге сәлем. Америкада тегін мамандық алып жұмыс іздеу қызық болса, соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Мен Америкада жарты жылдан бері тегін ағылшын тілін оқып жүрмін. Бұл жерде әр қалада ESL, яғни English is Second Language бағдарламалары бар. Себебі Америка иммигранттар елі. Сан-Диего қаласында осындай 4 колледж бар. Мен Сан-Диего Месса колледжде оқимын. Тіркелу өте оңай, компьютерге өз мәліметтеріңізді енгізесіз, құжат көрсету талап етілмейді. Оқуға қабылданбас бұрын деңгей анықтау тестін тапсырасыз. Семестр күзгі және көктемгі болып бөлінеді. Бір деңгейді аяқтаған соң автоматты түрде келесі деңгейге өте аласыз. Қазір мен 4-ші деңгейде оқып жүрмін. Сабақтар ұнайды, мұғалімдер өте сыпайы, әрі материалды түсінікті етіп жеткізеді. Тіркелгеннен кейін студенттік карта беріледі. Бұл карта универде немесе колледжде ақылы оқитын студенттердің картасымен бірдей. Осы карта арқылы барлық жерде студенттермен бірдей деңгейде жеңілдіктер алуға болады. 5-ші деңгейді аяқтағаннан кейін арнайы мамандық алып шығуға болады. Мұнда тігіншілік, аспаздық, медбике ісі, сантехник, бухгалтерия, құрылыс, көлік жөндеу, балабақша тәрбиешісі, IT саласы сияқты көптеген бағыттар бар. Қалаған мамандықты таңдап шамамен 6 ай оқығаннан кейін сертификат беріледі. Сол арқылы жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Меніңше бұл үкіметтің халыққа жасаған ең жақсы мүмкіндіктерінің бірі. Сонымен қатар зейнетке шыққан адамдарға да түрлі тегін үйірмелер ұйымдастырылған. Оның ішінде тоқу, йога, сурет салу, керамика жасау және тағы да басқа. Барлығы тегін негізде өткізіледі. Одан бөлек айына 2 рет тегін азық-түлік беріледі. Студенттік картаңызды көрсетесіз, атыңызды, үйде неше адам тұратынын жазасыз. Одан кейін жеміс-жидек пен көкөністерді және басқа да азық-түліктерді тегін алып тұруға болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мұндай мүмкіндік Қазақстанда болуы мүмкін бе? Бүгінгі тақырып ұнаса, қазақша контентті қолдап, лайк басып, тіркеліп, бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше. Біздің сабақ оқитын жер. Біздің кахот деген бар. Ойын сабақтың соңында ойын ойнаймыз. Бүгінгі өткен тақырыптарға тест сияқты. Соңында жеңген адамға осындай шоколадтан береді. Карандаш ұштайтын, автоматически. Мынау қағаз тесетін. The guests of the wedding, they are happy enough, too happy, or happy too? Happy enough.